бір шәкірт өзінің ұстазына келіп айтыпты: құрметті ұстаз, шыдай алмай бара жатыр, маған күнә жасайтын жағдай жасап беріңізші дейді ғой. Күнә жасауға рұқсат беріңізші дейді. Пайғамбарымызға да сөйтіп келген адамдар болған, білесіздер, бір жігіт келіп: я Расулалла, маған зина жасауға рұқсат берші дейді. Осылайша бір ұстазына бір шәкірті келіп айтады ғой: маған күнә жасауға рұқсат берші десе, болмайтынын біліп тұрсың ғой десе, жоқ, мен шыдай алмай тұрмын дейді. Жарайды, онда оның 3 шарты бар дейді. Күнәні жасағың келсе 3 шарт бар дейді. Біріншісі, ең үлкені, Алла көрмейтін жерде жасашы дейді. Қиын, е? Жарайды, ол қолыңнан келмейді. Ол қолыңнан келмесе, Аллахтың жаратқан нәрсесін қолданбай жаса дейді. Аллахтың саған берген нәрсесін қолданба дейді. Аллах саған берді. Сен неге оны күнәға қолданасың? Қолданба дейді. Өйткені оны сүймейді дейді Аллах тағала. Оны да жасай алмаймын дейді. Ондай болатын болса, Аллаға білдірмей жаса дейді. 3-ші шарт. Ойлаңызшы, мүмкін ба? Мүмкін емес. Мүмкін емес, бауырлар. Аллах бәрін білуші, бәрін көруші. Барлық зат бұл дүниеде Алланың жаратылғаны. Аллахтың шүкірі деген болады, бауырлар. Ол туралы біз айтамыз әлі. Шүкір дегеніміз не деп кіреміз бұл есікке де әлі. Бірақ осы есікке кішкентай ғана мағына беріп кетсек, бауырлар, шүкір деген өзінің сатыларынан тұрады. 3 үлкен сатыдан тұрады шүкір. Аллахқа шүкір ету деген. Біріншісі, Алланың берген нығметін мойындаудан тұрады. Мойындау керек екен. Алла берді деп. Екіншісі, Алланың берген нығметін айту керек екен. Аллах берді мынаны деп халыққа айту керек екен. Үшіншісі, сол берген нәрсені Аллахтың сүйетін жағына қарай жұмсау керек екен. Міне сонда сіз Алланың шүкірін орындаған боласыз. Бұл туралы әлі айтылады. Дегенмен манаға тақырып оралайық. Ихсан тақырыбына. Сіз егер ғибадатты өте жоғарғы дәрежеде орындағыңыз келсе, сізде 2 баспалдақ бар. Жоғарғы баспалдақ бар және төменгі баспалдақ. Екеуі де дұрыс. Ең жоғарғысы Аллахты бүкіл барлық жерде көру. Бүкіл барлық жерде Аллахты көру үлкен дәреже. Екіншісі, сіз көрмесеңіз, еш болмағанда Аллах сізді көріп тұр деп сезіну. Бүкіл құлшылықта, намазда, әрбір рукуда, әрбір сәждеде, әрбір аяттарды оқығанда, Субхана Раббил Азим, Субхана Раббил А'ла деп айтқан әрбір сыбдырдың барлығын Аллах көріп тұр. Немесе мен Аллахты көріп тұрмын деп сезіну, бауырлар. Бұл осылайша құлшылықтың ең жоғарғы сатысы жетіледі. Шейх Мағамиси деген бір уағызшы кісі бар Саудияда. Сол кісінің әсем сөзі бар осы жайында. Ол кісі айтады: